Пұшайман апай ертегі. Арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Дала кезіп елегің, асыры салды астауың. Күнге керек құр өкпе, сыпыртқы ерді күрекке. Ешкіңіздің бар есі, ұшты содан зәресі. Өзің қара шықтағы, не болып кетті, ұқпадым. Еш нәрсені қозғамайда қиратпай. Көстеңдерді темір көсеу сирақтай. Кездіктер, ұстаңыздар тездікпен. Үтік жанай, деді ышқынып кәстрөл. Маза кетті менен әбден, қашты үрей. Тоқтай алман, айрылдым еркімнен. Жүгіремін серпінмен. Кофейникті қуып жүрген аршында, аққұманың сөйлеп кетті қалшылдап. Жөткірініп үтіктерің әр қилы, жүгіреді шалшықтардан қарғиды. Олардан соң қарқындарын еселеп, бір-біріне қақтығады кеселер. Әр дыбыстың өзіне тән үні бар, сыңғырлайды, шыңылдайды шынылар. Сол дыбыстан құлағыңыз тынады, стақандар соқтығысып сынады. Қайдалап, тұзақтайды таба жолда тайғанақ. Одан кейін құтылар, көзгелдектер тұтылар, әлде қайдаға асыққан шанышқылар қасықтар. Терезеден үстел құлап түсті де, тұра қашты қара жолдың үстімен. Мініп алған ат қылып үстінде оның нақтылы, отыр сары самауыр, басқалардан сәл ауыр. Төбесінен бу шығып, мүңкілдейді тұншығып, қақпаларды ашыңдар, құтылыңдар, қашыңдар. Апайымыз зар жылап келе жатыр, ал жұбат. Оралыңдар қасыма, үйге ошақ басына. Астау айтты, іздеме, өкпеледім сізге мен. Деді көсеу күйелі, қашанда мен күйемін. Зыңғырлайды шайтабақ, қашқан кері қайтама, енді өмір басқаша, оралмаймыз ешқашан. Алып қолға таяқты, қуып ыдыс аяқты. Мысықтары шешейдің айбат шекті күшейді. Әй, тәрелкі, тостақтар, беттеріңде қаспақ бар. Кеттіңдер ме торғай боп, тозған жөнбеу бордай боп. Жадап, жүде барықтап, құлайсыңдар арыққа. Бұларың не? Қылжақ па? Қайтыңыздар үй жаққа. Қайтар емес кеткен ел, апайға өкпелеп. Көңіл суып болдымыз, оралмаймыз енді біз. Бар назары тауықтың ыдыстарға ауыпты. Шықтыңдар ма түрмеден, бұл не қылған дүрбелең? Жауап берді ыдыстар, қалмады ауа тыныстар. Иемізді жын ұрды, асып-сасып жүгірді. Етегінен ілгірді, көбімізді сындырды. Қорлай ма екен елді өстіп, көріпсіздер көрместі. Я, деді мыслеген, істеместі ол істеген. Зәремізді ұшырды, түбімізді түсірді. Толған бақа күбіде тыныштық жоқ түнімен. Құрт құмырсқа шылаушын, үйі болды шылапшын. Көңіл қалып шешейден, қаштық сосын кеше үйден. Бүгін міне азатпыз, ғажап аспан, ғажап күз. Сондай салаға елге шыдайды жұртқа елде. Түбірден түбірге секіріп жүрген ыдыстар азатта, түсті әжей азапқа. Отыра бергенде қашты үстел ербеңдеп. Жоқ қазан, кәстрөл, ошақтан қашты ірең. Тектен тексерме, жоқ ожау кептісерде. Апай қайғысын ұғады қай кісі. Дем алып сәл тыныстар, жер аңсады ыдыстар. Жүрді көзі қанша күн, мен тасқұман шаршадым. Табақ айтты, гүл ұстап үйге қайтқан дұрыс па? Жылады астау, ғаріппін, өйткені мен жарықпын. Десе табақ, сақтанғын, мынау келе жатқан кім? Әрең басқан аяғын, апай екен баяғы. Жоқ бұрынғы қастығы, қалыпты әбден бастығып. Жуасығып пақырың, әндетеді ақырын. Жетім тектер, иесіз қалған мүліктер, баспанасыз өмір сүріп күліп көр. Тыңдаңыздар, түріңіздер құлақты, мөлдірмен жуайын бір бұлақтың.
не болмаса түніменен күніменен, ысқылайын қырдың қайрақ құмыменен, тазалайын бәріңді де тегістей, жалтыратып алтын менен күмістей, аямаймын, тарақан мен өрмекші, менен әлі көресінді көрмекші. Ашулы оқтау баяғы апайды аяды. Сорлай, деді Шайтабақ, сөзін қайта-қайталап. Обал, деді шынаяп, сыңғырлаған шынаяқ. Үтік, естік қоғанбыз, қас емеспіз оғанбыз. Жуып, шайып шетінен, сүйіп бәрінің бетінен. Жұмыс істеп құлшынып, апай сәл тыншыды. Жүрегімнің жарлығы, сылап-сипап барлығын, құрметтеймін мен енді ыдыс-аяқ дегенді. Самаурынға қымбатты кәстрөлдер тіл қатты. Апайының жайын біз түсінуге дайынбыз. Сосын күліп есіне, шықты пештің төсіне. Тамағыңды ау, апай ал істе, дайын болсын құймағыңда бәліште. Ол өзі сағыныпты жұмысты, сыпыртқа алып шаруасына кірісті. Кірісті де айтып жүріп өз әнін, сүртіп шықты үйдің шаңын тозаңын. Бірін-бірі түсініскен қатты ұққан Шайтабақтар сыңғырлады шаттықтан. Дастарханды қадірледі, сыйледі, күлімдеді, дөңгеледі, биледі. Өрнектелген орындықтардың төсінде, жайма шуақ мамыржай бесінде, отқа қарсы таусылмаған амалы, самаурын тұр иығынан демалып. Апайға қарайды да күледі, қандай ғажап, қандай әсем күн еді. Апайымыз, кешіреміз сені біз, қаймақ қатқан күрең шайға келіңіз. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп міндетті түрде қолдап отырыңыздар. Рахмет.